Салем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын жент жасаймыз. Ол үшін бізге талқан, ерітілген сары май, және де қант ұнтағы, бал, сгущенка және де изюм қажет болады. Ең алдымен қант ұнтағын саламыз. Қант ұнтағы болмаған жағдайда қанттың өзін салсаңыздар да болады, еш өзгермейді. Ерітілген сары майымызды да құйдық. Енді жақсылап араластырамыз. Енді балды қосамыз. Бал дәм беріп тұру үшін қосылады. Енді сгущенканы қосамыз. Сгущенка ол талқанның басын біріктіру үшін қосылады. Енді мейізді қосамыз. Мейіздің орнына жаңғақ қоссаңыздар да болады. А где отсюда жрец? Мінекей, енді жентімізді осындай формаға саламыз. Сосын тоңазытқышқа 1 сағатқа қатырамыз. Осындай керемет дәмді жентіміз шықты. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.